Кішігірім ауылда 7 жігіт болып мектепті бітірдік. Ерте үйленгендері де бар арасында. Мен 4-ші болып үйлендім. Менен кейін Айдос деген құрдасым үйленді. Барлық құрдас болып ат салыстық. Менің кішкене тамадалық өнерім болған соң, құдалардың ішінде жүрем ылғи. Аман есен құдаларды шығарып салған соң, арада 2-3 аптадан кейін киім әкелетін болып қайта жиналдық. Бірақ ол кезде мен және ауылда бойдақ Руслан деген досымыз екеуміз бардық. Руслан қазан ошақ жақта, мен сол құдашалардың арасында құйып ішкізіп күтіп жүрмін. Досымның келіншегінің әпкесі келді, тартымды, қара тор келген бойдақ екен. Есімі Жанерке, досымның келіншегі екеуінің арасы 2 жас. Ол кезде әпкесінің жасы 24 екен. Сомен соны қайта-қайта ішкізіп билетіп жүрдім. Мен туралы информация білмейді, танысып дұрыстап нөмірін алып алдым. Сомен аман есен шығарып салдық. Араға 2-3 күн өткесін хабарластым, әңгімеміз жарасып кетті. Сомен кездесіп жүріп 1 ай дегенде әрең көндіріп ұрып алдым. Солай бір қалада болған соң, аптасына 1 рет кейде 2 аптада 1 рет кездесіп ұрып жүрдім, себебі жігіті бар етін. Менің әйелім бар екенін білетін ол. Сомен примерно жарты жылдан кейін бір күні хабарласады, келші деп, барсам көңіл күйі жоқ, ішейік дейді, іштік, ұрғыладым. Сөйтсем жігіті тастап кетіпті. Солай 1-2 ай ұрып жүрдім, ол кезде 2-3 күн сайын барам. Бір күні көтеріп қалғанын айтты. Как обычно сомнение ұстадым, жатып жүрген қыз, жігіті барда менімен жатқан қыз, енді жігіті жоқ кезде, явна басқа біреулермен жатуы мүмкін ғой. Ол сенен басқа ешкіммен жатып жүрген жоқпын дейді. Алдыртып тастайық ақшасын берем десем, алдыртпаймын дейді. Срогы кішкентай 5-6 апта. Сосын ауылдағы бойдақ құрдасым өзі момын қызбен жүрмеген сол есіме түсті. Басында көргенде әдемі екен деп сүйсініп қараған құдашаға. Ауылға бардым да құрдасыммен бірге іштім, сөйтіп әңгімеге тарттым, қашан үйленесің деп, ол қыз жоқ анау-мынау. Айттым, құдашаға үйленесің ба, ол көнбейді ғой дейді, көндіреміз сен үйленем десең болды дедім. Мен ұрып жүргенімді ешкім білмейді. Содан келісті ол, Жанеркеге айттым, бір вариант бар, заты таза атың шықпай туып аласың деп. Келісті ол да, сомен досыма айттым, сенің қайынбикеңді Русланға алып берейік деп, ол қалай болады, анау-мынау деп, норм болады, еш уайымдама деп көндірдім. Уақыт өте аз, солай 1 аптаның ішінде барлығын реттеп алып қашқан сияқты болып, Русланды үйлендіріп жібердік. Ешкім еш нәрсе білмеді, құрдастар арасында прикол жүреді ғой, қатының пәк боп келді ма деп, Руслан иә деп қояды. Даже өтірік бір нәрселерді сочинять етіп қояды, әрең алдым ғой пәктігін деп. Содан кейін жоламадым Жанеркеге, хотя ол талай повод берді. Аман есен қыз босанып алды. Расымен маған ұқсайтын сияқты. Шынымды айтсам білмейм, менің қызым ба или басқа ма. Бірақ құдашаның сөзіне қарасам сенің қызың дейді. Қазір Руслан мен Жанеркенің 4 бала шағасы бар, 2 қыз, 2 ұл. Алды 2 классы оқиды, то есть менің қызым. Кішісі 2-де. Мені қатты боқтамаңыздар. Еркектер мені түсінеді деп ойлаймын. Құрдасыма пихат еткенім дұрыс болмады әрине, бірақ ситуациядан тып-тыныш шығудың жолы осы болды. Зато волки сытые и овцы целые.